Халық қаһарманы жазушы Бауыржан Момышұлының туғанына 115 жыл. Бауыржан Момышұлы 1910 жылы 24 желтоқсанда Жамбыл облысы Жуалы ауданы Мыңбұлақ ауылында дүниеге келген. Әкесі Момыш еңбек адамы, шешесі Рысалды ерте қайтыс болып, әжесі қыз тумас тәрбиелеген. Соғыстан кейін Бауыржан Момышұлы жазушылықпен айналысып, көптеген көркем және деректі шығармалар жазды. Оның кітаптарының негізгі ерекшелігі шынайы әскери өмір, батырлық психологиясы, ерлік тәрбиесі. Ұшқания екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері, халық қаһарманы, Кеңес одағының батыры, қазақтың көрнекті жазушысы Бауыржан Момышұлы жазған өмірбаяндық шығарма. Бұл шығарма 1976 жылы мемлекеттік сыйлыққа ие болды. Кітапта автор балалық шағын баяндап, өскен, тәрбие алған ортасын суреттейді. Бауыржан Момышұлы бұл өмірдегі барлық нәрседен де тәрбиені жоғары қояды. Адам бойындағы жақсы, жаман қасиеттердің бәрін тәрбиемен тығыз байланыстырып қарайды. Автор адамшылдық негізін қанатты, даналық сөздермен сіңіреді, жақсы жаманды айырып көрсетеді. Кітаптың алғашқы беттерінен ақ адамдық қасиет, адамгершілік мұраттар, басты қадір қасиет ретінде сипатталады. Ұшқан ұя романы мемуарлық шығарма ғана емес, қазақтың салт дәстүрі, ғұрпы, ұстанымы, дүниетанымы әсерлі бейнеленген этнографиялық шығарма. Бауыржан Момышұлы тек батыр ғана емес, терең ойлы жазушы, елін жан-тәнмен сүйген азамат. Оның 115 жылдық мерейтойы тарихтағы ерлікті ғана емес, ұлт рухын жаңғыртатын үлкен оқиға. Бүгінгі ұрпақ батырдың даналығын, ерлігін, тәрбиелік өсиеттерін бойына сіңіріп, отанға адал қызмет етуі қажет.